Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Сәкен Сейфуллин жалпы білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Базылова Айгүл Дүйсенбайқызы. Санаты педагог сарапшы, қызық сабақ тақырыбы ақылды үй. 11 сынып. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде жаңа сабақты бастамас бұрын біз өткен білімді еске түсіріп алайық. Өткен білімді еске түсіру үшін Шырақ Games платформасына дайындалған ойынды ойнау арқылы біз өткен сабақты қайталап алайық. Сөз жинау ойыны анаграмма құру, яғни сұрақ беріледі. Сұраққа оқушылар сұрақтың жауаптарын адасқан әріптерден, яғни астында берген қолжетімді әріптерден тауып, дұрыс жауапты жазып, және де оны тексеріп отырады. Бұл ойынның басты мақсаты оқушылардың логикалық қабілеттерін дамыту, және де бұл ойынның басты шарты сұраққа жауап беру арқылы сол өткен сабаққа қатысты термин сөздерді қайталап өту. Яғни мына жерде көріп отырғандарыңыздай жауап смартфон. Тексереміз, тек қана тексеріп қана қоймай, ол нәтижені көріп және де бөлісеміз. Құрылымдағы кескінмен интерфейс элементтері көрсетілетін бет, ол бізде экран. Нәтижені тексереміз. Бір тапсырманы орындап болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Яғни сұрақтарға жауап береміз. Өткен сабақты қайталап болсақ, жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа тақырыпқа көшпес бұрын сіздерге бейне материалды ұсынамын. Соны көріп тамашалайық. Я Алиса, ваш личный голосовой помощник. Покажу вам, как работает умный дом. Готовы увидеть, как удивительно все работает? Давайте включим музыку. Включаю подборку Ньюс. Пожалуйста, обратите внимание на освещение. Я могу управлять освещением, заданными вашими командами. Сіздердің назарларыңызға ұсынған бейне материалдан сіздер не байқадыңыздар? Я, оқушылар, сіздер дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы ақылды үй. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты ақылды үй датчиктерінен алынған деректерді шығаруды ұйымдастыру. Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздер. Зәулім ғимарат, высокое здание. Tall building. Тұрғын үй, жилой дом, residential building. Тұрғын, житель, inhabitant. Көлік, транспорт, transport. Қоқыс жәшігі, мусорный ящик, trash can. Су қоймасы, водохранилище, reservoir. Құбыр, труба, pipe. Нәрсе, зат, вещь, sink. Жүйені пайдалану. Ақылды үй әдетте орналасқан терминалдан немесе әдеттегі компьютерден, планшеттен басқарылады. Климатты бақылау, жалпы желіні жылыту мен ауаны біріктіру арқылы сіз күннің кез келген уақытында әрбір бөлме үшін оңтайлы температураны реттей аласыз. Уақытты үнемдеу, сіз күнделікті көп әрекеттерге көп уақыт жұмсауды қажеті жоқ. Шамдарды қосу және өшіру, бөлмелерді температураны реттеу, перделерді ашу және жабу тағы да басқалары. Үйде не болып жатқанын тұрақты бақылау. Кез келген уақытта үйде не болып жатқанын білуге болады. Әсіресе кішкентай балалар болса, бұл барлық электрлік нүктелерді, яғни өшірілетінін, терезелер мен есіктердің жабылғанына сенімді боласыз. Жоғары қауіпсіздік
Барлық қауіпсіздік жүйелері әрқашан сенімді жұмыс істейді. Ақшаны үнемдеу, ақылды үй жүйесін пайдалану, қыздыру мен жарықтандыру үнемдеуге мүмкіндік береді. 30-40%-ға дейін. Ақылды үй кез келген төтенше жағдайды бақылап, тиісті реакция бағдарламасын іске асыра алады. Мысалы, зиянкес кіргенде жүйе дабыл жүйесін қосады. Барлық отбасы мүшелерінің телефондарына ескертулер жіберіледі және полицияға ескертіледі. Сіз электр қуатының үзілуі, су құбырының зақымдануы, газдың ағып кетуі, өрт және де тағы басқа болған жағдайларға әрекеттер реттей аласыз. Құрылғыны басқару кез келген тұрмыстық техника үшін жұмыс режимдерін реттеуге болады. Микротолқынды пештер, тоңазытқыштар және де кір жуу машиналары, шаңсорғыштар және де тағы басқа құрылғыларды. Ал балалар, сіздерге жаңа тақырып түсінікті болса, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бекіту мақсатында бірнеше тапсырмаларды орындап өтейік. Енді бірінші тапсырма сіздерге ол ауызша орындалатын тапсырма. Бұл жерде сіздерге мәтін берілген, сол мәтінге сіздер мәтінді мұқият оқып шығасыздар. Мәтінді оқып шыққаннан кейін сіздерге мына жерде 5 сұрақ берілген. Осы 5 сұрақты жауабы егер мәтіннің ішінде кездесетін болса, онда бас бармағыңызды көрсетеміз. Ал егер де кездеспейтін болса, онда алақанымызды көрсетеміз. Ал балалар, біз келесі сергіту сәтін жасап алайық. Яғни сергіту сәтін мен сіздерге осындай тапсырма түрінде дайындап алып келдім. Бұл яғни септіктер. Сіздер балалар білесіздер, қазақ тілінде бізде 7 септік бар, иә? Сол 7 септіктің сұрақтарына жауап беру арқылы мына сөздерді бір-бірімен сәйкестендіреміз. Дәптерімізге сәйкестендіреміз, сосын тақтаға шығып орындаймыз. Иә, балалар, сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Бірінші сұрақ: атау септік кім, не? Ғимарат. Ілік септік кімнің, ненің? Ғимараттың. Барыс септік кімге, неге, қайда? Барыс септік кімге, неге, қайда? Ғимаратқа. Табыс септік кімді, нені? Ғимаратты. Жатыс септік кімде, неде? Ғимаратта. Шығыс септік кімнен, неден? Ғимараттан. Көмектес септік кіммен, немен? Ғимаратпен. Өте тамаша, балалар. Иә, балалар, енді осымен сабағымызды бекіту соңғы тапсырма. Бұл Шырағай платформасында дайындалған шындық не жалған деген тапсырма. Яғни бұл жерде біз сұраққа жауап беру арқылы осы сұрақтың не шындық не жалған екенін анықтайтын боламыз. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақ бойынша үйге тапсырманы жазып алайық. Шығармашылық тапсырма, яғни 2050 жылғы ақылды үй сіздердің ойларыңызша қандай болады? Яғни осы тақырыпқа эссе жазып келеміз. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Thank you for your attention.